Батырдың шоқтарындағы деген ертегі күндай баяғыда бір батыр өзіне өмірлік жар табу үшін сапарға шығыпты. Ол түрлі қалалар мен патшалықтарды аралап, ай жүріп, жыл жүріп, алайда өзіне ұнаған қыз таппады. 3 жыл болғанда батыр ағып ашып, 3 жолдың торабына кетті. Сол жолдың отырған жерде тасқа мынадай жазу жазылыпты. Сен солға жүрсең ағыңды жоғалтасың, оңға жүрсең өзіңді жоғалтасың, соңға жүрсең ешкімге де таппайсың депті. Енді сендерге сұрақ, сендер сол батырдың орнында болсаңдар қай жолды таңдайсыңдар? Енді сол өздерінің таңдауларында біз 3 топқа бөліп алайық таңдауларымызды. Оңға жүрем дегендер мынау бірінші топқа, солға жүрем дегендер сол жақтағы топқа, ол жақ ойында. Сол жақтағы жолға жүріп бұрылса, ашыншы жоғалтасың деген жолды таңдағандар жаңағы прагматиктер деп аталады екен. Олар өмірде өзінің мақсаттарына аз шығын жұмсап жететін адамдар екен. Әрбір қадамын аңдап басатын. Ал оң жаққа бұрылғандар, осыдан қорықпағандар, жаңалықты көксегендер, олар белгісіздіктен тайсалмайтын адамдар екен. Ал тура жолды таңдағандар, олар тура жүргенде өмірдің нақты ұстанымын, позицияларын бар, өзінің позициялары бар адамдар екен олар. Тура жолмен жетуге, барлық нәрсеге тура жолмен жетуге тырысатын адамдар екен. Енді біз топқа бөлініп алдық. Енді әрі қарай өткен сабақты пысықтау үшін біз Quizlet несінен платформасынан кішкене тест жұмысын алайық. Біз бір бөлімді аяқтап, башқұртымызды жазып қойдық. Енді өткен бөлімде біз нені өттік? Сөз таптарын, оның ішінде нені өттік? Зат есімді өттік. Сонымен қатар қиялды өттік. Қиял мен шындық бірлігі. Қиял деген не екен? Адамның ойына ерікпен туындайтын бір ой. Орнынан тұрып жатыр. Ой деуіна. Ал енді мынау тестті тапсырып көрейік. Біз қолмен ұстап, көзбен көре алатын зат не деп аталады? Деректі зат есім деп аталады. Ал келесі сұрақ. Сезім арқылы не ойлау арқылы ести алатын, ерекше алатын ерекше зат есімді. Заттың құбылыстың атын білдіріп зат есім. Тілдегі әр ұғылған деректі және дерексіз заттар мен ұғымдарды білдіретін зат есім. Жалпы есім, дұрыс айтасыз. Жалпы лексика, грамматика мен оқымай жатып, сендер өздерің оқып қойыңдар. Сөз табы дұрыс айтасыңдар, мағына жағынан белгілі бір ұғымайды. Тек бір жеке дара затты жалпы есім, Ал дұрыс деген жауаптарын көрейік. Барлығы да дұрыс екен, алты сұрақ, алтауы дұрыс екен. Оны жарайсыңдар. Енді біз бұл дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Жаңа бөлімді өтеміз. Біздер жаңа бөлімде не тұр? Жаңа бөлімде көлік және жол белгілері деген. Мәтінді жазылып тыңдап аламыз. Содан кейін мына жерде жазылған дескриптор қараңдар. Тыңдалған мәтінді түсінеді 1 ұпай. Негізгі ақпаратты тап дегенге 5 ұпай берілген, қосымша ақпаратты тап дегенге 4 ұпай берілген. Жалпы 10 ұпай алуларын керек. Енді бізде мен әр топқа бір бағалау парағы қойдым. Осыған Аружан, сен қазір 30 топта отырғандардың аты жөнін жазып, әр тапсырмаға
қалай қатысқанын белгілеп отырасың. Жарай ма? Ана жақтан. Кім әнжу жазады, мына жақта Шарапатин жазады. Ал өлеңде не туралы айтылады? Өлеңге қандай тақырып қоямыз? Автор қандай жол белгілерін ерекше тоқталып тұр, соларды қазір жақсылап тыңдап отырыңдар, мәтінді тыңдаған кезде. Жарай ма? Мәтінде не туралы айтылды? Жол белгілері туралы айтылды, өлеңге қандай тақырып қояр едіңдер? Жол белгілерімен танысу. Жол белгілерімен танысу деген тақырып қойды, тағы кім? Қандай тақырып қояды? Исатай жол белгілерімен танысу деген. Басқаларың ше? Қандай тақырып қоясың? Жол белгісін білу. Жол белгісін білу. Ал? Жол белгісін үйрену. Жақсы. Автор қандай жол белгілеріне ерекше тоқталып тұр? Қызылмен сырты боялған. Қызылмен сырты боялған. Бұлар қандай белгілер екен? Қатаң тыйым салу белгілері екен, Спорышты не? Жандар қызылмен белгіленген жол белгілері олар ескертуге арналған белгілер. Жақсы. Енді біз жұртпен жұмыс жасаймыз. Ол үшін бірінші бізде не жаңағы негізгі және қосымша ақпараттарды есімізге түсіріп алайық. Мәтінде негізгі және қосымша ақпараттар бар. Әрбір мәтіннің мағыналық бөлігінде негізгі және қосымша ақпараттар көрсетіледі. Мәтіннің негізгі ақпаратына мағыналық бөліктің негізгі мәліметтерін көрсету үшін онда тезистер мен тұжырымдар қолданылады. Олар көбінесе азат жолдың басты идеясы, бірінші, екінші сөйлемдер болуы мүмкін. Қосымша ақпарат, яғни бұл қосымша ақпарат мыналар қосымша суреттейтін және анықтайтын, қайталанатын, жинақтайтын ақпараттар, қосымша ақпараттар кеңейтеді. Ұғымды қандай онда қарастырылатын құбылыстардың мәнін ашып түсіндіреді. Енді сендерге мен осы жаңағы мәтінді шығарып әкелдім. Осының астын сыза салайық. Негізгі ақпараттардың астын бір сызықпен, қосымша ақпараттардың астын ирек сызықпен сыза саламыз. Жұппен жұмыс жасаймыз. Түсінікті ма? Енді өздерінің үйлерінде тексеріп көріңдер, кім неше қосымша ақпарат, неше негізгі ақпарат тапты. Асты сызылғандар негізгі ақпарат, неше дұрыс болды. Қарып қойғандар, ана қарақтардың астынан неше дұрыс екен. Bir жол bir nima qo'y. Endi bir so'z. Bir söyle. Еще просто жазdım. Sergi balaya.
Bir екіге түсіріп алайық. Мына жерде бізде не бар? Әртүрлі кестелер, келесі мынау не? Мынандай труп тест дейді. Солармен жұмыс жасаймыз. Тез-тез бір-бірлеріне беріп, бір-бірін алдында. Уақыт берем, 2 минут. Екі қолмен бірдей. Екі қолмен бірдей жұмыс. Bir қолын қап кетіп жатыр ма? Қалмасын. Енді бір топпен жұмыс жасаймыз. Топта бізде оқу мақсатымызда бар еді, жаңа сюжетті суреттер әңгіме құрастыру деген. Мынандай әртүрлі суреттер, 6 сурет бердім, әр топқа. Сол суреттерді қатыстырып, бір мәтін құраймыз. Түсінді ма? Бір мәтін құраймыз. Бәрін шағылып, топпен жұмыс жасаймыз. Ал кәне біреу жарым болса қалғанын айтып енді солардың ішінде көздерінің қалағандары мынау қандай да сурет салмайсың, әңгіме құрастырасың, айтып бересің қазір. Қайсысы? Болды ма? Енді мына сендерге берілген суретті астында жол белгілерінің нелері бар, белгілері тұр. Ал мына суретке, мына жерге қандай белгі қойылу керек? Қараңдаршы, айтыңдаршы қан. Сендер, көздерің айтыңдар. Қайсысы мынау ойлама? Мына жерге ше? Иә, сол ойлар. Тақтар қалғандар. Мына жерге? Бұрылуға болмайды деген ба? Мына жүк көлігі ғой. Мына жерде не тұр? Көпір тұр. Мына жерде 5 тоннадан артық өтуге болмайды деген белгі екен, сондай ма? Ал мына жерде ше? Мына жерде не бар? Қайсы? Мынау ма? Көлік жөндейтін жер деген, жақсы. Мәтіндерді оқисыңдар ма? Оқы. Оларда жолда абай болу керек. Әсіресе кішкентай тыңдаймыз. Балдар? Жай белгілерге қарамай өтіп жол апатына ұшырайды мүмкін. Ұшырауы мүмкін. Әрдайымда жол апатының белгісіне қару мен еріп жүру міндетті. Жол ережесін әр адам білу керек. Ілініп тұрған әр белгіні әр көлікке адамға әсер етеді. Әсер етеді. Тақыр не деп қойдыңдар? Тақыр қоймапсың ғой? Ал, кәсіретші. Қандай белгі қойдың?
мына жерде ше? Иә. Мынау ше? Odağını velosiped жүргізушілердің жолы. Иә? Мынау? белгісі. Мына жерде ше? Anao. Onu da hale жүргізуге болмайды. Onu da hale жүргізуге болмайды. Жүруге болмайды. Жөндеп жүріп жатыр, иә? Ал мына Жануарлар жүру қалды. мынау үш бұрышқа белгіленген. Ал неден болсында бәрілерін? Жол белгілері. Біздің көшенің оң жақ бөлігінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ал сол жаққа қарай, сол жақ бетте велосипед жүргіншілер жолында бір бала велосипедпен кетіп бара жатыр. Біздің алдымыздан аялдама шықты. Ал келесі көшеде жануарлар жүру қаупі бар. Ол жолдарда белгілерді қойып ескермесек, бір қауіпті жағдай болуы мүмкін. Сол үшін көшелерге жол белгілері қою керек. Мына сатықта, сатқындар мәселелер мына жерде не? Көріп қоятын орын, иә? Уа деген. Ал мына жерде ше? Үш бұрыш, иә? Жол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мына жерде? Жаяу жүргіншілер ма? Ауруханалар деген белгі. Ал мынау ше? Жер асты жолы. Жер асты жолы бар. Мынау? Балалар жүретін жол екен, иә? Шыға тұрсын. Жақсы, енді әртүрлі суреттерден бір мәтін туралы оңай болмады ма? Оңай болды ма? Қандай? Оңай ма? Енді бізде мынау бірінші топтағы біраз балалар баяу болып қалды, қатыспай қалды, біраз деген. Енді біздің қорытынды жасайтын да уақытымыз келіп қалды. Жеке әрқайсысын бүгінгі сабақта қандай болды, мынау сөйлемдер үлгісі бойынша өздерінің ойларында жазып шығыңдар, дәптерлерді ашып, пост формуласын. Біз бұрында да пост формуласын жазып жүрдік. Түсінеміз ғой, иә? Қанда дәптерді ашып жазамыз. Тез. Енді біз сабақтың басында немен бастадық, жаңағы ертегімен бастадық, иә? Енді сабақ сонымен біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бірінші топта онша белсенді бола қоймады, иә? Хамза, Нұрбол, Ержан сабаққа қосылмады. Онша арасында барлығы қосылып отырды. Мынау екі қыз. Ал одан кейін мына топтан Исатай бұл топ енді жақсы неғып, иә? Жақсы атсалысып отырды барлығы. Мына топта да барлығы түгел атсалысып отырды. Бірақ ішінде мына жерде мына тапсырмалар белгілегендеріне қарап, енді бағаларымды қоямын, өздерін белгілеріндер, иә? Мен де қарап отырмын. Ал енді алдағы уақытта біз әрқашан жолдарын ашып, тек қана барлық
жағдайларда сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабаққа атсалысқандарына рахмет. Оңдарына жабылды.